Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, жолдағыларға ақ жол. Есімім Еркебұлан. Бүгін 6 шілде 2023 жыл, Ақтөбе уақытымен сағат 17:45 батыс уақытымен. Құрметті бауырлар, кеше видео түсірген болатынмын. Минфинге байланысты, утиль сбор, первичка, налоговая регистрация дейміз, таможня очистка дейміз, соған байланысты видео түсірдік. Бұйрық берген болатынбыз. Халық ретінде бұйрық бердік, талап қойдық, бұйрық бердік, талап біз. Бір апта уақыт берген болатынбыз. Содан кейін бірден телефонда жалына бастады. Сен кімсің бұйрық беретін, сен алған адамсың, не жағдай, анау мынау. Бұрын соңды кездесуге келмей, телефонмен звондаған кезде телефонын алмай, сөйтіп қашып жүрген лауазымды тұлғалардың бәрі бірден хабарласа бастады. Видеоны өшір деп. Сол кісілердің бәрінің өтініштеріне, кеше қойған талаптарына өшір дегенге айтатынын өшірмеймін. Звондамай қойыңыздар ешнәрсе, өшірмеймін. Ол солай тұрады. Басымды кесіп алсаңдар, міне. Мен батыстың кіші жүздің ұлымын. Өзіміздің кіші жүздің батырларымыз, қазақтың батырларының бәрі айтқан сияқты, бас кеспек болса тіл кеспек жоқ. Заманбек Нұрқаділов ағамыз айтқан екен, ақылды билік халықтың проблемасымен күреседі, ақымақ билік халықтың өзімен күреседі деп. Сіздерді ақылға шақырып айтқанымызға біраз уақыт болды. Енді кімсің сен бұйрық беретін деген сөзге нақтырақ жауап беріп дейік. Құрметті бауырлар, міне Қазақстан Республикасының Конституциясы. Шенділер, сіздерді оқушы боларыңызға кеңес беремін. Өте қызық кітап, ең керек кітап Қазақстан Республикасының Конституциясы. Билік өкілдері сіздер оқып шығу керексіздер міндетті түрде. Сода Қазақстан Республикасының бірінші бабында деп жазылады, бірінші тармағы. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтық бостандығы деп. Бұяқта жазылады, Қазақстан Республика өзін демократиялық еліміз деп жариялайды. Демократия деген сөз көне грек тілінен аударғанда демос кратос, халық билігі, министр билігі емес, әкім билігі емес, зам әкім билігі емес, Минфиннің билігі емес, индустриялық және инфрақұрылымдық министрліктің билігі емес, аппарат президентінің билігі емес, халықтың билігі демос кратос. Сөйтіп жазылады. Екінші бабы, бірінші баптың екінші тармағы. Республика қызметінің түбегейлі принциптері. Қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету, тұрақтылық. Қазір қоғамдық тұрақтылық пен саяси тұрақтылық өте нашарлап бара жатыр. Өйткені елімізде шешілмей тұрған мәселелер көп. Соның бірден біреуі осы шетелден тауарлар келу үшін кедендік баждарының арзандауы, утиль алымының алынуы және алғашқы тіркеу жарнасы, первичный налоговый регистрация дейміз, соның бәрі арзандауы. Бұлардың бәрі арзандауы еліміздегі мына тамақтардың, өнімдердің, дайын өнімдердің, тамақтардың бәрінің арзандауына келіп соғады. Өйткені шетелден автокөлік арзанына кіреді, транспортировка арзанына болады. Сол кезде заттарды арзандайды. Логика, просто логика. Құрметті билік өкілдері, просто логика. Басқа салсаңыз шамалы. Кішкентай шығады бір нәрсе. Көп оған білім керек емес. Сіздердікіндей сияқты өтірік сатып алған 2 диплом керек емес. Или сатып алмаған ба, 10 жыл оқудың қажеті жоқ оған. Сосын бүйтіп жазылған, сол бірінші баптың екінші тармағында. Бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму басты принциптерінің бірі. Бүкіл халықтық игіліктерін көздейтін экономикалық даму. Экономикалық дамуға елді экономикалық жағынан дамыту керек. Минфин, МИР, кім бар тағы да? Тағысын тағы қаржы министрлігін айттық, Министерство экологии, кім бәрі халықтың экономикалық дамуын қамтамасыз ету керек. Министр деген сөз, министерство, министр деген сөз көне латын тілінен аударғанда жалшы деген мағынаны береді. Басқарушы емес, господин емес, халықтың үстіне билік үстем құратын адам деп без, ондай емес, жалшы деген мағына береді. Сіздер Конституцияның осы бірінші бабының екінші тармағын орындау үшін қызмет жасау керексіздер. Экономикалық дамуын қамтамасыз ету керексіздер. Экономика қашан дамиды? Логистика болған кезде. Экономиканың бірден бір дамуының бірден бір жолы ол логистика. Логистикаға транспорт керек. Транспортты шетелден арзанына келуіміз керекпіз. Арзанына тіркеу керекпіз. Сосын екінші спецтехника, комбайн, трактор бәрінің утиль сборларын қарадыңыз ба? Первичный налоговый регистрацияны есептеп қарадыңыздар ма? Андай қымбат бағаға келіп тіркелінген зат арзанға астық шаппайды. Ол арзанға шабылмаған астықтан нан арзандамайды. Сіздерге айтайын, тоже логика. Ары қарата кеттік.
даму. Қазақстандық патриотизм. Қазақстандық патриотизм. То есть біздер, сіздер, билік өкілдері, халық пен билік бәрі. Қазақстандық патриотизм. Біз Қазақстанның патриоты болуымыз керекпіз. Евразиялық экономикалық одақтың бес, Ресейдің бес, Евросоюздың емес, Қытайдың емес, Қазақстанның патриоттары болуымыз керекпіз. Қазақстанның қашан патриотты болады жүрегіңізде, қашан жүрегіңіз қазақ деп соғады, сол кезде бұл елде бір мәселелер шешіле бастайды. Сол кезде экономикалық даму болады, қоғамдық және саяси тұрақтылық болады. Міне жазып қойған конституция сіздерге. Өте жақсы кітап, құрметті билік өкілдері, қайтадан кеңес беремін. Кеттік ары қарата. Мемлекеттік өмірінің аса маңызды мәселелерін демократиялық әдістермен, оның ішінде республикалық референдум немесе парламент дауыс беру арқылы шешу, демократиялық әдістермен шешу керек дейді. Диалог, конструктив. Біз осы күнге дейін істеп жүрген затымыз конструктив. Естуші мемлекет, естуші үкімет, сіздердің айтқан естуші үкімет, сол естейсіздер, біз айтамыз, сіздер естейсіздер, біз бұйрық береміз. Қазір 3-ші бапқа келеміз. Биліктің бастауы, бірден бір бастауы халық деген. Береміз, сонымен істейсіздер. Демократия деген сол. Халық билігі, демократус. Так, ары қарата референдум арқылы дейді. Референдумда неше түрлісі бар, оның ішінде петиция да кіреді. Талай рет хат жаздық министерстволарға, бірде бір күн нақты қабылдаған жоқсыздар. Қабылдағандар бар, кім? Минфин, МИР, Минэкология, МИД, ешқайсысы қабылдаған жоқ. Мына закон нарушать етіп жүрсіздер. Екінші бапта Қазақстан Республикасының бірінші бабы керек, екінші баптың бірінші бабы. Қазақстан Республикасы президенттік басқару нысанындағы біртұтас мемлекет. Біртұтас мемлекет, президент басқарады екен бұл елді. Президент тапсырма берді ма, президенттің тапсырмасын орындауға міндеттісіздер. Ол өйткені референдуммен немесе дауыс берумен арқылы заң сайланған президент. Сол сіздерге айтты ма, активистермен бірге жұмыс жасаңдар деді ма, белсенділермен, солармен бірге жұмыс жасау керексіздер. Қудалау, звондау, өшіріп таста деу. Ол емес. Бірге жұмыс жасау керексіздер. Сын түзелмей, мін түзелмей, сын түзелмейді дейді қазақта. Сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Сынды тыңдайсың, мінің түзейсің. Үкімет сіздерге айтып отырды. Құлақтарыңызға күшті алтын сырға. Так, 3-ші бап. Міне 3-ші бап, ең қызық бап. Мемлекеттік биліктің бірден біреу бастау ол халық. Мен, Қуан, Дархан, Бауыржан, Жәнібек, Данияр, тағы кім, Марат, Самат. Халық, биліктің бастауы халық. Биліктің бастауы министр емес, биліктің бастауы президент емес, биліктің бастауы әкім емес, зам әкім емес, ген прокурор емес, ген прокурордың орынбасары емес, 3-ші қызметтің басшысы емес, Минфин емес, Минэкология емес, халық. То есть простой халық, налогоплательщиктер. А сіздер мемлекеттік қызметкерсіздер. Сосын дейді, халық билікті тікелей республикалық референдум және еркін сайлау арқылы жүзеге асырады. Сондай-ақ өз билігін жүзеге асыруды мемлекеттік органдарға береді. Біз билігіміз жүзеге асырамыз және мемлекеттік органдарға береміз, что олар оны орындау үшін. Оқыңыздаршы. Кеттік ары қарата. 3-ші баптың 3-ші тармағы. Қазақстан Республикасында билікті ешкімде иемденіп кете алмайды. Билікті иемденіп кету заңмен қудаланады. Қазақстан Республикасында билікті ешкім алып кете алмайды. 1-ші тармақ. Биліктің бастауы ол халық. Так что билік біздікі, сендер оны иемдене алмайсыздар. Министерство экологии, Минфин, МИР, аппарат президента, кім бар тағы? Тағысын тағы министрлер игере алмайсыздар билікті. Билік біздікі. ЕС, Евразиялық экономикалық одақ игере алмайды билік. Билік біздікі, халықтікі. Билік біз, сендер иемдене алмайсыздар. Сіздердің қазір істеп отқандарыңыз билікті, халықтың бұйрығын орындамай билікті иемденіп отырсыздар. Так что сіздер 3-ші баптың конституцияның 3-ші тармағын нарушать етіп отырсыздар, түсіндіңіздер ме? Кеттік ары қарата. Халық пен мемлекет атынан билік жүргізуге республиканың президенті сондай-ақ өзінің конституциялық өкілеттігі шегінде парламенттің құқығы бар. Парламенттің құқығы бар, президенттің құқығы бар. Президент саған айтты ма, халық биліктің бастауы айтты ма саған? Президент білді, естіді, бәрін алаяқтармен ұсталып қалған адамдардың көмектесіңдер. Ол алаяқтар кімдерді алдап кетті? Менің автомобильді 1-ші қыркүйекке дейін әкелдім деп адамдарға сатып кетті, өтірік алдап, ол 1-ші қыркүйектен кейін кірген болып шықты. Мынау армянский немесе российский учет меші деп сатып кетті, ол грузин болып шықты. Сол алаяқтармен алсыңдар деді. Алаяқтар үшін халық биліктің бастауы страдать етпеу керек. Билік алаяқтардікі емес, билік халықтікі. Кім нарушать етті, соларды заң жүзінде наказать етіңіздер. Жай адамдарды емес. Ол добросовестный покупательдер.
Сосын өзінің дәлелдермен адамдар бар, 1 қыркүйекке дейін кірген туралы. Сосын парламенттің құқығы бар дейді. Парламент кімдер? Депутаттар. Депутаттар халық атынан сөйлеп отыр ма сіздерге? Сөйлеп отыр ма? Айтты ма сіздерге? Асхат Рахымжанов деген депутат парламенттегі айтты ма? Утилсбордың бағасын 100 мың, СОС, ЭВАК деген кнопкалардың бағаларын бәрін түсіріңдер, алып тастаңдар, ол пайдаға аспайтын кнопкалар. Первичный налоговый регистрацияны 20 мың қылыңдар деді ма? Соны орындау керек. Парламент сіздерге бұйрық беріп отыр, халықтың атынан істеу керек. Сайлаубай Наурыз деген Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаты сіздерге айтты ма? 1 қыркүйектен кейін кірген 80 мыңнан астам автокөлік бар деп. Оған Роман Васильевич Склярдың өзі кейін қарсы жауап берді. Вице-премьер Роман Васильевич Скляр қазақша түсінеді деген ойдамын. Осы видеода оған жетеді деген жететініне кәміл сенімдімін. Роман Васильевич, сізге айтатыным, қазақша түсінуге сіз міндеттісіз. Түсінеді дегенде ойдамын. Өйткені осы Конституцияның 7-ші бапта жазылған. Қазақстан Республикасының 2 тіл деп. Мемлекет тілі қазақ тілі деп. Ресей орыс тілі теңестірілген тіл. Язык межнационального общения. Айта алмаймын. Соған байланысты сіз мемлекет қызметкер екенді білу керексіз қазақ тілін білмейтін болсаңыз сіз орныңызды босату керексіз. Өйткені істеп жатқан жұмысыңызда қарқ қылып істеп жатқан ештеңе жоқ. Бүкіл Утилсбор бәрі Скляр мырза сіздің мойныңызда. Енді сөзден ауытқымай қойық. Сайлаубай Наурыз мырза айтты ма? 1 қыркүйектен кейін кірген автокөліктер бар 80 мың, оған Роман Васильевич жауап берді. 91.128 автокөлік бар деп хаты бар открытый источникта интернет желілерінде. Сол автокөліктердің тағдыры не болмақ деп айтты ғой сіздерге. Видеосы бар. Парламенттің құқығы бар ма? Жазылып тұр ма? Неге орындамайсыздар? Үлкен сұрақ көрдіңіздер ме? Осылардың бәріне жүгіне отырып, тағы да ар жағында көп созбай қой. Құрметті билік өкілдері маған кешеден бері звондап, сөндір, өшір дейтін ұлттық қауіпсіздік комитеті, прокуратура, акимат, министрліктер өшірмеймін. Өйткені менің бұйрығымыз халықтың бұйрығы заңды. Халықтың бұйрығын орындайсыздар міндетті түрде. Егер де орындамасаңыз, дейді да, 1 апта уақыт бердің, сен 1 апта деп айттың, 1 аптадан кейін не болады дейді. 1 аптадан кейін не болатынын сіздердің түстеріңізге де кірмей ақ қойсын. Не істейсіздер рисковать етіп? Жақсы болмайды артық. Бірден айтам, басымды кесіп алсаңдар, осы жерде айтам, жақсы болмайды. Оны бүкіл хитрый да план бар. Халық сіздерді кешірмейді. Құрметті билік өкілдері. Не болады дейді 1 аптадан кейін? 1 аптадан кейін не болатынын айтайын. Алдағы аптаның 5-ші күні. Бүкіл мәселелер шешесіздер сіздер. Той болады үлкен, қуаныш болады. Мәселелер шешілгенде елдің бәрі мәз болады. Шешпейсіздер. Онда сіздерді орындарыңызда отырмайсыздар. Білмеймін, тағысындағы басқа. Жазамыз, айтамыз. Не болатын? 5-ші күнге дейін ойластырмасаңыздар, ары қарата не болатын ойластыруға бізге қалдырыңыздар. Оған бастарыңыз ауырмай қойсындар. Халық биліктің бастауы, халық ол өзі креативі жетеді өзіне. Ойлап табады. Былайша айтқанда, қатты сыға қарата бармай қойық. Бір айтылды сөз, орындау керек. Талап емес бұл бұйрық. Халықтың көзі ашық, көкірегі ояу. Утилсбор первичкінің бәрін бағасын түсіріңіздер. Тағы да бұйырамыз. Бір халыққа кедергі істейтін зат болса, ол соны айтсақ, сол осы кедергіні алып тастады десек, ол Евразиялық экономикалық одақтың стандарты дейді. Солай заң жазылған дейді. Халыққа пайдасы келетін Утилсбор мен первичкіні Евразиялық экономикалық одақтың несіндегідей қылып бер десек, нормасындай, олай болмайды екен де, оказывается. Ол қалай сонда? Баяғыда Скотный двор деген бір кітап болған, соның ішінде жазған, перед законом все равны, некоторые равнее дейді. Сонда біз некоторые равнее болып қалып тұрып па? Ол қалай? Халықтың мүддесіне келген кезде сіздерге айтайық, маған бедейді қайта айтады. Халықаралық заңдар біздің заңнан биік тұрады дейді. Құрметті билік өкілдері, халықтың уәжі, халықтың бұйрығы, халықтың талабы кез келген заңнан жоғары тұрады. Халықаралық заңдарды бәріміз де білеміз, оқыдық. Кез келген жерде тек қана халықтың, адамның мүддесін қорғау үшін ғана жазылады заң деген. Халыққа қарсы жұмыс жасау үшін емес. Халыққа қарсы жұмыс жасайтын заңдардың бәрін алып тастаңыздар. Халыққа қарсы істейтін ұйым болса, одан шығу керек. Егер осы ұйымда боламыз дейміз бе, онда халықтың бұйрығын, уәжін, талабын орындауға міндеттісіздер. Есім Кулбасов Еркебұлан, бас кеспек болса тіл кеспек жоқ деген адам қазақ. Бәрі заң аясында айттым. Не айтсам да, мені түрмемен, тағысындағы басқа бір нәрсемен қорқытпай ақ қойыңыздар.
кезінде Қайрат Рысқұлбеков ағамыз айтқандай, қасық қаным қалғанша қазақ үшін қызмет етуге дайынмын деп. Кеудемізде шыбын жанымыз ұшқанша қызмет етуге дайынбыз. Сіздер ойламаңыздар, тек қана бір адам айтып отырды. Қазақтың әрбір баласының жүрегінде осындай әңгіме. Қазақтың жүрегі оянды, көзі ашылды. Бәрін біледі. Билік өкілі, биліктің бірден бір бастауы ол халық. Ол біздер, мемлекетке салық төлейтіндер. Мемлекеттен айлық алатындар, сіздер біздің бұйрығымызды орындауға міндетті адамсыздар. Біздің жалшымызсыздар, слуга народа. Кесіп алыңдар басым түрмен, қолдарынан келсе. Қош сау болыңыздар. Ақылға салып, Заманбек Нұрқаділов ағамыздың сөздің соңында айта кетейік тағы да. Ақылды билік халықтың проблемасымен күреседі, ақымақ билік халықтың өзімен күреседі дегендей, халықтың проблемасымен күресіп, ақылға келеді деген ойдамын сіздерді. Қош сау болыңыздар, тағы да кездескенше.